Башыңызға қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бүгін мен ерекше бір сабақ өткім келіп отыр. Яғни бүгінгі сабақта көріп отырғандарыңыздай тоқыманы тоқуды үйренетін боламыз. Мен негізі жүкті болғаннан бастап бизнесімді осы тоқыманы негізі қалдырып кеткен болатынмын, өйткені тоқуға болмайды деген ырым бар. Енді сол нәрсемді ары қарай жалғастырып сіздерге үйреткім келеді. Негізі бұрыннан бері осы тұрмысқа шықпай тұрып та мен тоқып жүрген болатынмын. Неше түрлі тапочки, сумка, жаңағыдай тағы да басқа бір нәрселер тоқығанмын. Енді инстаграмда көбісі сұрағандықтан, ұсыныс көп болғандықтан мен сіздерге бүгін бірінші сабақта қалай тоқимыз соны көрсеткім келеді. Қыздар, енді мен сіздерге жіп туралы айтқым келеді. Біз қазір алдағы уақытта осындай трикотажды жіппен көбінесе жұмыс жасағандықтан мен сіздерге қазір трикотажды жіппен жұмыс жасауды көрсететін боламын. Әрине, бұны қалай тоқимыз, яғни формуласын үйретем. Бұны қалай тоқимыз, дәл осы тура солай, осы қарапайым мынандай жаңағыдай қалың емес жұқа жіптермен де дәл тура солай жұмыс жасайтын боламыз. Ешқандай да қиын емес. Ең басты нәрсе, қыздар, тоқу мүлде қиын емес. Қайта миыңызды тынышталдыратын керемет хобби десем де болады. Бұны үйреніп алғаннан кейін неше түрлі нәрселерді тоқып, жақындарыңызға сыйлықтар жасап немесе осыны бизнеске айналдырсаңыздар да болады. Сондықтан да ең бірінші нәрсе, тоқу деген қиын, оны деген анандай нәрселері бар, бірінен кейін бірін шығарады деген мен көп естіп жатамын. Олардың барлығы өтірік. Мен сіздерге оңай түрін үйрететін боламын. Қазір осы видеоны бір уақытыңызды бөліп тыңдап, менімен бірге тоқысаңыз, мен сіздерге уәде беремін, сіз ары қарай тоқуды үйреніп кететін боласыз. Алғаннан соң упаковкасымен дейді ғой, енді ішінде 10 штук болады. Осындайды брат алғандарыңыз дұрыс. Егер де сіздер мен ары қарай тоқимын, мен тоқығанды үйренгім келеді деп жаңағыдай ниет қойып отырсаңыздар, мен сіздерге кеңес беремін, упаковкасымен 10 штугын бірақ алыңыздар. Өйткені мынаның біреуін барып сатып алсаңыздар, біреуін өзі 300 теңге тұрады, басқасын сатып алсаңыздар тағы да 500 теңге тұрады. Мен сіздерге ашықтан ашық айтып жатырмын. Аспаннан жауып жатқан ақша жоқ, сондықтан да ақшаларыңызға эконом болсын деп бір шетінен анық, подробно түсіндіріп жатқан жайым бар, қыздар. Сондықтан мынандай кішкентайлардың барлығы керек болады. Алсаңыздар, егерде ақшаларыңыз жетіп жатса, мүмкіндіктеріңіз болып жатса, осындай 10 крючокты жаңағыдай бірден сатып алғандарыңыз дұрыс болады, өйткені арзанырақ болады. Ал егер де сіздерде мүмкіндік болмай жатса, әрине, неге болмасқа бір данасынан алып алыңыздар. Ал енді бастайық. Бисмилля. Жібімізді алып, мына саусағымыздан ораймыз. Рет домалатып. Ұрадыңыздар, менімен бірге қайталап отырыңыздар. Менімен бірге қайталап отырған қыздарда нәтиже 100% болады. Өйткені көріп отырып жасасаңыздар жақсы да, ертең жасаймын, қой бірінші көріп алайын, сосын жасаймын деген әңгіме болмасын. Өйтпесе ол тағы да ертеңге қалып кетеді. Ертеңге қалдырған нәрсеңіз ол өмір бітпейді, өмір жасалмай қалады. Сондықтан давайте менімен бірге кірісіңіздер. Жібімізді мына орадық, жай ғана қарапайымын орадық, молодцы, болды. Енді бізде мынандай круг пайда болды, мына саусағымызды шығарып тастаймыз астыға қарай. Бізде домалақ пайда болды. Енді кәдімгідей мына жібімізді мына саусағымыз тұрған тесікке, мына тесікке кіргіземіз. Міне. Кіргіздік. Барлығын былай қарай кіргізіп тастамаңыздар. Бізде жартылай кірсе болды. Мына крючогымыз сиятындай тесік болса болды, міне. Болды, осы жетеді. Кішкене былай тартамыз. Немесе қолмен де тартсаңыздар болды. Бізде осындай түйін пайда болды. Бұл түйінге тиіспейміз. Бұл түйін уже есептелмейді. Бұл жай ғана бастамасы. Содан кейін мына жердегі петелькамыз бар ғой, жаңа кішкентай кірген. Бұл қатты прям кішкентай болудың керегі жоқ, өйткені ол сөгіліп кетуі мүмкін. Ал егер де сіздер осылай тоқитын болсаңыздар, бұл түйін астыда қалып қалады, міне. Көп болса бір 5 см шығарсаңыздар жетеді. Так, енді бізге қазір тоқымамызды бастау үшін не керек? Бізге воздушные петли дейді орыстар. Яғни біз бір қатарға петелька тоқитын боламыз. Түйініміз тұр. Бұл түйін саналмайды деп айттым. Мына крючогымда мына не тұр, бағанағы петелька тұр. Енді не істеймін? Енді мына крючогымды жіптің астына былай айналдырамын. Бір рет былай айналдырамын. Айналдырдым. Крючокта мына жіп бар. Крючоктың мақсаты мына жіпті алып кеп, мына тесіктен шығару. Мына қолдарыңызбен жіпті ұстап отырыңыздар. Так, бастайық. Міне, крючогымда жіп тұр. Мына түйінді былай ұстап отырсаңыздар да болады. Мына жақтағы жіпті, мына тесіктен шығарамыз. 1, 2, 3. Міне бізде біреу болды. Дәл осылай жалғастырамыз.
Крючогымызды алып қайтадан жібіміздің астына қарай бір рет айналдырып жібереміз. Крючоктың мақсаты жіпті ұстау керек. Крючокта екі жіп пайда болды. Қарап отырсаңыздар. Енді жаңағы алған жіпті мына бірінші тұрған жібіміздің ішіне қарай кіргізіп жібереміз. Дәл осы видеодағыдай қайталаңыздар. Мінеке бізде екі жіп пайда болды. Бұны негізі орыстар воздушная петелька дейді. Тағы да қайталап көрейік қыздар. Крючогымызды жіптің астына айналдырамыз. Крючокта екі жіп. Осы жаңа айналдырып алған жіпті алдыңғы жіптің ішіне қарай кіргізіп, бір рет тоқып жібереміз. Үстін тоқи берген сайын асты жағы үлкейе береді. Дәл осылай тоқи береміз. Менімен бірге қайталап отырыңыздар қыздар. Енді қайтадан крючокты айналдырамыз, қайтадан ішіне қарай кіргіземіз. Крючокты айналдырамыз, жіпті ұстап алып, алдыңғы жіптің ішіне кіргіземіз. Крючокты қайтадан асықпай көрсетейін енді. Крючогымыздағы жіпті алдыңғы қатардағы жіптің ішіне қарай кіргіземіз. Бағана көрсеткен тоқымам ол кішкене болсын түйін қалдырады соңында. Mesela қазір екінші вариантты көрсетемін, ол түйін қалдырмайтын вариант. Ал ендеше кеттік. Қайсысы оңай көріңіздер енді. Так, мен алақанымды жайып көрсетейін. Алақандарыңызды жайып, мына жіпім тұр ғой, мына ұзын жіп, мына жіптің басы. Осы жіптің басын, былай қарап көрсетейін. Осы жіптің басын мына жаққа қарай кигіземіз былай. Саусағымызға, мына екінші саусағымызға кигіземіз. Жіптің басын алып, міне былай қарай екінші саусаққа кигіземіз. Екі жіпті мына үш саусақ былай қысып тұру керек. Қараңыз, бізде мына саусағымызда уже жіп пайда болды. Мына екі жіп ілініп тұр. Енді біз крючоктың көмегімен қазір біз бірінші петельканы жасайтын боламыз. Ол үшін крючокты былай қарай емес, мына жақ шетінен бастап кіргіземіз. Крючок мына жағынан бастап кіргіземіз. Саусағымыз былай қарай кетіп тұр ма? Крючокты да былай қарай кіргіземіз міне. Молодец, крючок бірінші петельканы жіпті ұстады. Енді крючогымызды бір рет айналдырамыз. Қазір қалай тұр міне? Келесі бір айналғанда тура солай тұру керек. 1, 2, 3. Бір рет айналдырамыз міне. Бол, осы бір рет айналған жетеді. Енді мынау екі саусақпен мынау бұралған жерді, жаңа бір рет бұрадық қой. Вот сол жерді саусақтарың ұстап тұрсын. Үстінде тұрған мына саусақтың үстінде тұрған мына жіп бар ғой. Осы жіпті біз қазір крючогыммен ұстап аламын да, мына тесікке, мына петелькадан шығарамын. Қараңыздар. Крючоктан міне крючокты тағы да бір рет мына жіпке қарай апарамыз. Міне апардық. Іліп аламыз жіпімізді. Іліп алдық па? Ілдік. Енді мына петелькадан шығарамын. Молодцы, міне бастамасы осы. Мінеке бізде бірінші петелькамыз дайын болды. Дәл осылай, енді ары қарай тура солай жалғастырамыз. Крючогымызды жіптің астына қарай айналдырып жібереміз де, қайтадан тура сол бірінші жіпке қарай кіргізіп отырамыз. Тура осылай жалғастырамыз қыздар. Мына жіпке қарай, ішіне қарай кіру керек. Түсінікті деп ойлаймын. Өздеріңіз тоқып жасап көріңіздер. Біз тоқыдық. Енді бізге санау керек қой, қанша болды да? Енді санау үшін қыздар крючокты былай алып қойын. Одан кейін келесі бізде мысалға ағылшынша В деген әріп бар ғой, В. Мен осыны соған ұқсатамын да. В деген әріп тұр ғой міне. Сол егерде В деген әріп сияқты ұқсасып тұрса соған, демек сіз уже біреу тоқыдыңыз міне, бір петелька. Мына түйінді былай нетсек, былай жылжытсақ, мына жер емес, мына келесі петелька бізде уже тоқылған. Мына біреу, біреу, екеу, мына В деген әріп сияқты 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 тоқ. 2 бірдей тоқылған петелька көрсеңіз, демек ол сізде бір болып саналады. Міне 1, 2, 3. Немесе оны осылай ашып қарасаңыздар, тесіктерінен ақ көрсе болады. Міне 1, 2, былай ашып, қолдарыңызбен ашып көріңіздер. Міне 2, 3, 4, міне. Жаңағыда В деген әріппен есептеп нетіп қалғам, үйленіп қалғам. Сонымен сразу көрем. 1, 2, 3, 4 деп санай берем.
Мен енді воздушная петля, жаңағыдай столбики с накидом, без накида деген мен сіздерге орыс тілінде үйретемін. Қазақ тілімізде аудара алмадым мен оны қазақшаға. Өйткені бізде байқасаңыздар батыс кішкене басқаша сөйлейді, оңтүстік басқаша, солтүстікше сөйлейді. Сондықтан барлығымызға ортақ тіл орыс тілі. Орысша мен сіздерге қазір түсіндіремін, өйткені шынымен де орыс мастер-класстар көп, кітаптар бар. Солардан қарап кететін болсаңыздар, осы қазағымның қыз-келіншектеріне түсінікті болсын деп, столбики без накида, с накидом, полстолбик деген не екенін қазір мен сіздерге осы мастер-класста көрсететін боламын. Қазір біз не тоқыдық, қыздар? Воздушные петли тоқыдық. Ал мен платный мастер-классында тапочки тоқуды үйретемін. Мен айтамын, столбики без накида тоқимыз деп. Столбики без накида дегеніміз не? Ал қараңыздар. Мына сіздердің тоқып жатқан петелькаларыңызда түйін тұр. Мына түйіннен бастадыңыздар, воздушная петля тоқыдыңыз. Жоғарылау үшін, ары қарай тоқыманы жалғастыру үшін бізге былай қарай жоғарылау керек болады. Сондықтан мынау екі ортаға, мына екі ортаға бір петелька тағы да қосымша бір воздушная петля тоқитын боламыз. Түсінікті ғой, оны біз тоқымаймыз, ол бізге керек болады. Мына жерге жоғарыға көтерілу үшін, әдемі мына овальный болып, әдемі болып былай айналуымыз үшін тағы да бізге бір петля подъема керек болады. Ал соны қазір петля подъема жасап көрейік. Тура солай, мен мына жақта 10 тоқыдым ба, тағы да плюс бір рет мен не қосам, воздушная петля қосам. Крючокты немесе жібімізді былай айналдырып алып келіп, мынадан шығарамыз. Демек, петля подъема керек, ол үшін бізге бір воздушная петля қосамыз. Менде 10 болды, енді 11. Түсінікті ғой, Петля подъема бізде тоқылмайды. Оны біз осылай белгілеп қоямыз. Енді қыздар, ары қарай тоқуымыз үшін, енді былай қарай кетуіміз үшін біз не істейміз? Біз мына крючогымызда жіп тұр, біз оған тиіспейміз. Петля подъемаға мүлде тиіспейміз, оны тоқымаймыз, яғни мына жіптен бастап 1, 2. Екіншісіне қарай біз крючогымызды кіргізіп, ары қарай тоқимыз. Міне, қараңыздар. Петелькамызға кіргіздік. Кіргізгеннен кейін мына жіпті не істейміз? Крючогымызды айналдырамыз. Жіпті, крючоктың мақсаты жіпті шығару бері қарай. Міне. Молодец, шығарды. Екі жағы осылай бірдей болып тұрса, онда ол әдемі көрінеді. Енді қайтадан крючогымызды айналдырып, қайтадан мына жіпті крючогымызға алып келіп тоқып жібереміз. Бұл бізде не болады? Столбики без накида. Келесі тағы да столбики без накида дегеніміз мен сіздерге қазір көрсетемін. Тағы да давайте келесі мына тоқығанда келесі тесіктерге кіргізіп отырамыз. Мына бір тесік көрініп тұр. Крючогымызды осы тесікке тығып, крючогымызды осы тесікке кіргізіп, қайтадан мына немді алып шығамын, петелькамды. Міне. Бізде екі жіп пайда болды. Екі жіпті сразу тоқи саламыз. Қайтадан мына тесікке кіргіземіз. Қолымда только осы жіп қана бар крючогымда. Жібімді қайтадан алып келемін. Міне. Крючогымен айналдырып, осы тесікке кіргіземін. Тағы да бір көрсетейін. Тесікке крючокты кіргіздім. Міне, жіпті айналдырып алып келемін. Мына тесіктен кіргіземін, тоқып жіберемін. Жалпы түсінікті, столбики без накида дегеніміз осы. Ол осылай тоқылады. Мына жерде бір-ақ қатар. Ал енді бізге мысалға айтады. Полстолбик. Полстолбик дегеніміз не? Полстолбик дегеніміз бұл орташа түрі. Мен қазақшалап аударғанда орташа түрі деп айтам. Полстолбик кішкене столбик без накидадан басқаша. Без накида дегеніміз мынау. Крючогымызды айналдырып жіпті екеуінен бір аталып шығара саламыз. Енді біз бұған полстолбик дегенге жіпті қосамыз. Крючогымда жіп тұр. Сіздерде жіп тұрған болар. Крючогымызды айналдырып алып келеміз. Просто жіп. Біреу, екеу, Енді не істейміз, қараңыздар. Келесі тесікке кіргіземіз. Мына жіпті былай ұстап отырыңыздар. Мына просто іле салған жіпті ұстап отырыңыздар. Міне, ұстадыңыздар. Енді мына тесікке кіргіземіз. Кіргіздік. Қайтадан мына жіпті крючогымызға айналдырып кіргіземіз. Міне, крючогымыз осы жіпті ұстау керек. Міне. Шығардық. Бізде қанша жіп болды? 1, 2, 3. 3 жіп. 3 жіпті сразу тоқи салатын болсақ, онда ол бізде полстолбик деп аталады. 3 жіптен мына крючогымыздағы мына тұрған жіпті сразу кіргізе саламыз. Міне. Қараңыздар, крючогымды айналдырдым, жіпті ілдім, сразу үшеуінен өткізе салам. Тағы да көрсетейін.
тағы да көрсетемін. Полстолбик дегеніміз просто крючогымызға жіпті ілеміз. Жіпті ілдік. Мына жіпті ұстап отырыңыздар. Одан кейін мына жіп уже артта қалады. Келесі мына тесікке кіргіземіз. Одан кейін бар мына жақтағы жібімізді қолмен аламыз. Міне. Крючогымызға ілеміз. Мына жақтағы жіпті ұстап отырыңыздар. Бұлай шығарамыз. Бізде крючогымызда 3 жіп. Яғни 3 жіпті бірден өткізіп жіберетін болсақ, онда ол бізде полстолбик болады. Яғни столбики без накидадан бойы кішкене өскен. Столбик с накидом дегеніміз қалай? Осы біздің тапочки тоқуымызға қатты керек болады. Осы столбик с накидом. Оны түсініп алыңыздар енді. Біз крючогымызға қайтадан бағана тура бұл полстолбик сияқты. Енді қараңыздар. Жіпті айналдырғаннан кейін былай ұстаймыз ғой. Мына жіпті былай қойсаңыздар. Келесі тесікте іздейміз. Міне тесікке крючогымыз кірді ма? Вот кірді. Енді мына жібімізді қайтадан мына алып келеміз. Міне крючоктың мақсаты жіпті ұстау керек. Бізде крючогымызда 3 жіп болды. Екеуін тоқимыз. Мына екеуін. Қан тоқып көрейік. Мына кішкене былай жинап отырмасаңыздар дәу кетеді. Бірінші екеуін тоқимыз. Екеуін тоқып алдық, біреу, екеу. Енді мына жерде крючокта қалған екеуін тоқимыз. Демек, бұл полстолбиктен қарағанда бойы кішкене ұзынырақ болып көрінеді. Және де бұлай ашып қарағанда өзі көрініп тұрады. Бірінші мына 2 жіп тоқылғаны көрініп тұрады. 1, 2. Одан кейін 2 жіп тоқылғаны көрініп тұрады. 1, 2. Вот, сондықтан оны солай ажыратсаңыздар болады, қыздар. Тағы да тоқып көрейік. Так, крючогымызға жіпті былай айналдыра саламыз. Ешқандай қиыншылығы жоқ. Бір қолыңызбен осы крючокты ұстап тұрамыз. Енді крючок келесі тесігімізге крючокты былай тесікке кіргізіп, мына жіпті қайтадан ілеміз. Жіпті шығарады. Крючокта 3 жіп пайда болды. Осы 3 жіптің ең бірінші екеуінен өткіземіз. Біреу, екеу өтті. Біреу, екеу. Енді қайтадан екеуінен өткіземіз. Біз столбик без накида, полстолбик, столбик с накидом тоқтық. Яғни бұны бойларынан ажыратам. Мен өзім жалпы бойларынан ажыратам. Мына кішкене кішірек, орташа және де кәдімгідей бойшаң. Және де ашып қарасаңыздар, мына жерде көрініп тұрады. 2 жіпті бірдей тоқығанымыз көрініп тұрады. Мына жерде бірінші екеуін тоқыдық, одан кейін тағы да екеуін тоқығанымыз көрініп тұрады. Болды, қыздар. Жалпы түсініңіздер. Жалпы қыздар түсінікті деп ойлаймын. Ретінде келтірдім. Қалай тоқу керек, столбик без накидам деген сияқты. Барлық жаңағыдай сумкаға неше түрлі нәрселерге тоқып берсеңіздер болады бұл түрлерін. Алдыда әлі көптеген заттар үйренеміз деген үміттемін сіздермен бірге. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Для подъема деп айттым ғой бұны. Бұны біз ары қарай егер тоқитын болсақ, бізге осы жіптен 3 жіп шығарамыз. Солай кете береді. Менде ақылы мастер-класс шықты. Құттықтап қойып, осы мастер-классқа қатыссаңыздар болады. Бағасы бар жоғы 1490 теңге. Көп нәрсені үйренетін боласыздар. Оң аяқты тоқу, сол аяқты тоқу, үстін, астын, жіпті экономдау түрін, және де қандай размерге қанша петелька аламыз, барлығын толығымен түсіндіретін боламын. Мүлде крючокты ұстап көрмегенмін десеңіз де, осы мастер-классы сатып алып, менімен бірге тоқсаңыздар, сіздерде міндетті түрде бір тапочканы тоқу қолыңыздан келетін болады. Мен сіздерге уәде беремін. Сабақтар бір жыл сақталынатын болады. Кез келген сұрағыңызды маған дайректке жазу арқылы сіз сұрақтарыңызға жауап таба аласыз. Және де қыздар, бұнымен әлі біткен жоқ. Кім маған тоқып нәтиже көрсеткен жандарға мен сіздерге мотивация ретінде өте керемет бонус сыйлықтар дайындап қойдым. Комментарийде жазылған номердің WhatsApp-ына жазып, чекті жіберсеңіздер, мен сабақтарға қосатын боламын. Ендеше сәттілік баршаңызға. Мен сіздерді ақылы мастер-классымда күтемін. Осымен біздің мастер-классымыз аяқталды. Сіздермен бірге болған мен Рабия Сансызбайқызы. Менімен бірге болыңыздар. Әлі көптеген заттарды бірге үйренеміз. Менің ақылы мастер-классыма қатысыңыздар. Ақысы мастер-классымды да қолдаңыздар. Сіздер маған мотивация беретін
оқырмандарым сіздер. Сіздер егер де маған күштеп тұрып мотивация берсеңіздер, мен көптеген дүниені сіздерге үйретуге дайынмын. Ал сіздерден үйренерім көп. Комментарийға жазыңыздар, ойларыңызды, пікірлеріңізді білгім келеді.